Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен хит болған осындай жаңағыдай восточный пирог, яғни шығыс дәмінің рецептімен бөлісемін. Осындай болып шықты, яғни бұл әлі суымаған. Ыстықтай алған кезде кесіп көрсеттім, өйткені суығаннан кейін таппай қалуы мүмкін деп ойладым. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Алдымен біз ұнды алдым, яғни 300 грамм ұн алдым да, оған шағын кішкентай қасықпен, яғни кішкене ас қасықпен 5 қасық қант салдым. Яғни көп салған жоқпын, өз онсыз да тәтті болады, сол үшін көп қант салмадым. Одан кейін майды алып, яғни мен сары май емес, маргаринді ала салдым. Мұлды бола береді деп ойлаймын, қолда барын пайдаландым. Сондықтан маргаринді алдым да, бір 250 граммдық маргаринді алып, осы ұныма араластырдым. Яғни қолымның көмегімен барлығын осылай жаңағыдай араластырып, майымыз үгітіліп кету керек қамырда. Енді екі қолыммен салып жіберіппін. Осылай бір қолдарыңызбен илеп шықсаңыздар да болады. Мінекей қамырымыз осындай қылып не болу керек, яғни үгітіліп тұру керек. Одан кейін бір жұмыртқаны алып, оны да осы қамырымызға салып жібереміз. Яғни қамырымызға салып, бәрінің басын енді біріктіре бастаймыз қамырымызды. Бізде бұл үгітіліп тұрған, яғни песочный тесті қамыр шығу керек. Сол үшін барлық қамырды біріктіріп, басын біріктіріп, қамыр неғып шығарамыз. Осындай бізде қамыр шықты, дайын. Енді бұны аз уақытқа холодильникке салып қойсаңыздар болады. Әзірге біз несін дайындап алғанша. Мінекей қамырымызды азғантай қылып салқындап алдық. Мен өзіме өте ыңғайлы болу үшін, яғни қамырым жабысып қалмас үшін, сол үшін осы екі нені алдымды, салфанды алдым да, салфанды екі жағын ортасына қамырымды салып ысам, яғни осылай ысып шықсам, бұл менің оқтауыма да жабыспайды, әрі дастарханыма да жабыспайды. Сол үшін осылай екі жағында салфанды салып тұрып, неғып шығам, қамырымды ысып шығам. Мінекей осындай болып шықты. Бұны да азғантай қалыңдау десеңіздер, қолдың көмегімен жайып-жайып жіберуге болады. Мінекей сонда тестіміз, яғни қамырымыз жұмсақтау болып шығады. Мінекей мен осылай қолыммен бастырып шықтым. Енді бұны осындай өзімнің 26 диаметрлі формама салдым. Мінекей салып алғаннан кейін төмен жаңағыдай қамырды вилканың шаншқының көмегімен тесіп қойдым, өйткені қамырымыз көтеріліп кетпесін деп. Мінекей енді мейіз, өрік және жер жаңғақтың грек жаңғағын қатты сақтамадым, майдалап тастамай блендермен орташа қылып сындырып алдым да. Осылай неге саламыз біз енді қамырымызға салмасын сала бастаймыз. Мінекей барлығын араластырып салдым. Мінекей осындай болып шықты. Көріп тұрғандарыңыздай осындай болып шықты. Одан кейін мен яғни нені алдым, сгущенкіден, бәрін бір келге қылдым. Өрік пен мейізді араластырып, бір жақына кетіп қалмасын деп, бәрін бір яғни қолыммен жайып алдым. Одан кейін мен тірі жаланының сгущенкасын алдым. Сөйтсем бұл сгущенка өте қою екен. Қою, прямо мен енді жағам деп ойласам, сұйық болады, құйып шығамын десем, сөйтсем бұл ондай емес екен. Қою болғандықтан жаңағыдай бұны құйып өте шығу қиындау болды. Сондықтан мен осылай асықпай қасықтың көмегімен жайлап отырып бетіне жақтым. Енді шындығы керек, жағып шықтым. Мінекей осындай болып шықты. Енді осыны 180 градуста жарты сағаттай пісіріп алдым. Мінекей піскен, мінекей біздің неміз дайын, пирогымыз көріп тұрсыздар, күшті болып шықты, сап-сары болып керемет. Осыны енді мінекей кескендегі түрім ыстықтай кестім, яғни видеоға түсіріп үлгерейін деп. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.